Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын тағамды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Күнделікті жаңа видео шығып отырады. Ал кеттік. Ең алдымен етімізді сақтап турап аламыз. Sarımsaқты сақтап турап аламыз. Сәбізімізді осылай формамен әдемі етіп аламыз. Картошкамызды тоже солай жасап аламыз формамен. Картошканы турап болғасын, чеснокты да сақтап турап аламыз. Енді қызып тұрған майымызға етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Мінекей етіміз жақсылап қуырып алдық. Енді сәбіз бен сарымсағымызды салып жақсылап араластырып қуырып аламыз. Чеснокты салып жібереміз. Енді картошкамызды салып араластырамыз. Кішкене зіре тұзымызды салып араластырамыз. Томатный суымызды құйып, ақырын отта қайнатамыз. Қамырға салқын су, тұз, жұмыртқаның ағын салып, жақсылап қамыры илеп аламыз. Қамырды жақсылап июін қандыру керек, сонда қамырымыз езілмей піседі. Қамырды илеп болдық, бетін жауып кішкене тұндырып қоямыз. Енді қамырымызды әдемі етіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Міндетті түрде жұқа болу керек. Жайып болғасын өсімдік майын жағып, асқабағымызды салып, домалақ етіп орап аламыз. Орап болғасын бөліктерге осылай бөліп шығамыз. Қамырларымызды қайнап тұрған қазанымыздың бетіне осылай теріп шығамыз. Және де ақырын отта қайнататын боламыз. Мінекей осылай дайындалады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.